Ұлы жаратушы жан-жануар атаулыны жарық дүниеге әкелгенде, сол жан иесі өзін-өзі сақтап, тіршілік ету үшін әрқайсысына бір-бір қасиет сыйлаған ғой. Мәселен, қоянға жауларынан қорғану үшін жүйрік аяқ берсе, кірпіге тікенді тон бергені, құстарға ұшатын қанат, жыртқыштарға қалың қайрат пен өткір азу бергені сияқты. Дәл мұндай болмағанмен, адамдар да әртүрлі қабілет қасиеттен құралақан емес. Біреу қайратымен, біреу талантымен, біреу ерекше өнерімен, тағы біреулер өзінің еңбекқорлығымен жан бағады. Адамдар арасында айрықша қабілет дарыны жоқ, орташа ғана білімі бар, бірақ өзінде жоқтың есесін мінезбен, тілмен толтыратын, сөйтіп жүріп-ақ қатарынан қалмай, көрнекті жерден орын алатын біреулер болады. Олар ешкіммен де бәсекеге түспейді, ешкімнің бетіне жел боп тимейді. Біреуге қарсы келгенді қойып, соның көңілін табуға бейімделіп тұрады. Басқаларға ұнау, жақсы көріну. Оның өмірлік ұстанымы, былайғы жұрт оларды жағымпаз деп, жалпақ шешей деп жазғырып жатады. Бірақ не істейсің, табиғат берген мінезі сол болса, қай жағынан алғанда да біз сөз еткелі отырған Әкімбай сірә осы топқа жататын шығар. Әкімбайды сен сондай бол, солай істе, сөйтсең ұпайың түгел, жолың жеңіл болады деп тәрбиелеген ешкім жоқ. Өзінің жаратылысы солай. Біреуге иілмесе, жақсы көрінбесе, ішкен асы бойына тарамайды. Ол қаршадай кезінде өте сүйкімді бала болды. Мінезі жұмсақ, жайдары, қашан көрсең езуі жайылып, күліп жүргені. Балалармен төбелеспейді, бәріне мақұл. Ферма бастық ақырса, қорқаннан жерге кіріп кете жаздайтын құл мінезді қойшының баласы ғой. Әкімбай әкесіне тартқан. Мектепте оқып жүргенде Әкімбай мұғалімдерге жағымды болды. Ұстаздар оны ерекше қабілетін емес, айтқанды екетпей орындайтын тәртібін, елгезектігін ұнатушы еді. Әкімбайдың бестік бағаға шарты толмайды әрине. 3 қойсаң обал, сондықтан 4-тік бағаны одан аямайтын. Университетте оқып жүргенде де сол мінезден танған жоқ. Деканатпен тіл табысып, қашанда курстың старшысы болып жүреді. Одан қала берсе, комсомол комитетінің мүшесі, кәсіподақ белсендісі. Пән мұғалімдеріне жағымды, нағыз, барып кел шауып келдің адамы. Бұл кезде Әкімбай қоғамда өзіне үлес әперетін бірден бір қасиет жағыну екенін әбден біліп болған. Ол қазір не қабағы, не бұтағы жоқ, сүргіленген, ләктелген тақтай сияқты еді, теп-тегіс, жып-жылтыр. Ал кейін қоғамдық қызметке шыққанда да осы мінезі өзіне майдай жақты. Несін айтасың? Тіл табысу мен жағынудың нағыз қажет болатын жері осында екен. Қоғамда не көп, бастық көп, бөлім бастығы, оның үстінен қарайтын бастықтар, солардың бәріне ұнау керек. Ашығын айтқанда, қызметте көп мәселеге Әкімбайдың өресі жете бермейді. Соның орнын ұнамды мінезбен, елгезек белсенділікпен толтырмасқа амалы жоқ. Бұл күнде басшының айтқаны қашанда дұрыс. Әлгі орыстар айта беретін «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак» дегеннің кері. Амал жоқ, алдымен сол басшының көңілін табу керек. Бұлай барлап қараса, сол басшыларың да жылы сөзді, жұмсақ көпшікті жек көрмейтін секілді. Шүкір, бұл жағынан бұрыннан дайындығы бар Әкімбай қысылған жоқ. Айдынға қоя берген балықтай жүйткіді. Май сұрасаң міне құйрық, Құдай берген қу сөзді аясын ба? Жиналыстарда бұл ылғи да басшына мақтап сөйлейтін болды. Сөзінің арасында қалайда пәленшекеңнің дұрыс басшылығы мен түгеншекеңнің ерен еңбегінің арқасында дегенді қыстырып жібереді. Сөйтіп жүріп, Әкімбай көп ұзамай мадақ сөздердің майталманы боп алды. Ең бастысы мұндайда басшыға керек сөзді, оның естейін деген сөзін дәп басып айта білуде ғой. Қышыған жерін дәл тап бәлемнің. Бұлай ету екінің бірінің қолынан келмейді. Бұл да өз алдына жатқан бір өнер. Бара-бара біздің Әкімбай осы өнердің қас шеберіне айналып еді. Бір жолдасы қалжыңдап, Әкімбай адамға сөзбен массаж жасайды дейтінді. Әзілде болса, соның сөзінде жан бар. Осы қабілетінің арқасында Әкімбай қызметте тез өсті. Араға 3 жыл, не 5 жыл салып, сатылап секірді де отырды. Университетті бітірісімен құрылыста жай инженер, одан бас инженер,
одан аудан әкімінің орынбасары, одан аудан әкімі, одан облыс әкімінің орынбасары, одан әкімнің өзі. Осы соңғы орынтақта 3 жылдай бөгелді де парламент сенатының депутаты болып, бірақ секірді. Сенатор дегенің аса үлкен лауазым ғой, түсіңе кірмейтін, қиялыңа сыймайтын дәреже. Жұрт енді бұдан былай Әкімбай туралы жазса, мемлекет әрі қоғам қайраткері деп әспеттейтін болады. Осының бәріне білімі, не өнері асқандықтан жеткен жоқ қой. Қайдағы, Әкімбайды оны орайтын жігіттер жүр ғой, әлі сол алғашқы іс бастаған жерінен ұзай алмай. Ал Әкімбайдың бағы жанды. Қазақта қолынан да тілінен де келеді деген сөз бар. Әкімбайдың қолынан көп ештеңе келмесе де тілінен келеді. Кәдімгі қара сөзбен-ақ аспандағы бұлтты үйіріп, қара суды теріс ағызуға болады. Ол үшін желдің қай жақтан соғатынын біліп, басшылардың қас-қабағын аңдап, соған лайық жүріс жасау керек. Қойшы әйтеуір, бұл да өз алдына жатқан бір академия. Әлгі жұрт айтып жүрген талантыңыз осы шығар сірә. Көре алмаған күншіл жұрт не демейді. Кейінгі кезде біреулер Әкімбайды жантық, жағымпаз, қалтадағы депутат деп сырттай сылтың қылатын көрінеді. Мейлі айта берсін. Бұл күнде кімнің аузынан қақпақ боласың? Жағыну Әкімбайдың сүйегіне сіңген, өмірлік машығына айналған нәрсе. Онсыз өмір сүре алмайды. Өзгені қойып, үйдегі өзінің әйеліне, баласына жағынады ғой. Бәйбіше, сен өзің байқайсың ба, кейінгі кезде жасаңқырап құлпырып барасың деп жақында әйелімен екеуі оңаша шай ішіп отырып, ал шын көңілі басқаша еді. Тым толысып, сарғарын тартқан әйелін ұнатпай жүретін. Қойшы, рас айтып отырсың ба, деп әлгі сөзге әйелі әлдеқандай боп қылымсып қалды. Еңбегі зая кеткен жоқ. Сол күні жұбайы көрпесін көпсітіп, төсегін қалыңырақ салғаны есінде. Әкімбайдың сөз сиқырын меңгергені сонша, ол шын шабыты келгенде адамдарды жылатады ғой. Ана жылы бір аталас ағайыны 60-қа толып, дастархан басында Әкімбай сөз сөйлеген. Әлгі кісінің көңілі бос па, әлде бұдан бұрын ондай жылы сөзді естімеген бе? Әкімбай сөзін аяқтағанда әлгінің балаша еңкілдеп қоя бергені. Жиналғандар жабыла күліп, зорға ұбатқан. Әкімбайға жерлес болып келетін тағы бір ақын ағасы болды. Марқұм аңқылдаған, ақ көңіл жақсы адам еді. Бір ғана кемшілігі мақтаншақтау кісі болатын. Бір өлең жазса, онысын телефонда көрінгенге оқып, апта бойы насихаттаушы еді. Сол ағасы араға 2-3 ай салып, үнемі үйіне қонақ шақыратынды. Әкімбай ол отырысқа міндетті түрде қатысады. Қонағасының мақсаты мақтау сөздер есту, сол арқылы шалқып бір рақаттану. Бәйбішесі де қонақ күтуге әбден машықтанып алған, обалы нешік дастарқаны майысып тұрады. Ал ақынның өзі қонақтар жиналғанша, тостар көтерілгенше тағат таппай асығып жүреді. Жұрт жайғасып бұлдау деген кезде, ал басташа айналайын дейді ғой, дастарқан тізгінін Әкімбайға ұстатып. Әкімбай болса төселген жорға, небір тәтті дәмді сөздердің майын тамызып ағызадау келіп, ақын ағасын 7 қат көкке неше шығарып неше түсіреді. Ақынға өз замандастарынан пар келетін ешкімді таппай, тұп-тура Абайдың қасынан бірақ шығарады ғой. Оның әр сөзін таза алтынға балап, мақтауға мас болып, үй иесі отырады балбырап. Бір жолы көңіл күйі болмады ма, Әкімбай өз сөзін қысқалау қайырыпты. Мақтауға қанбай қалған ақын соған біртүрлі нәумез болып, апырай, Әкімжан-ай, бүгін жайың жараспай тұрау өзіңнің, мына коньяктан алып жіберші, бабыңа келер мекенсің десе керек. Сонда Әкімбай отырып, ағасау, сіз бір шөл, біз бір нілміз ғой, отырыстайын құйып жатамыз сізге, бірақ қанша құйсақта шөліңіз бір қанбайдау деген екен. Көріп отырсыз, Әкімбай осы қалпында аспаннан түскен жоқ. Оны мақтау мадаққа, жағымпаздыққа жетелеген осы елдің өзі. Демек, оның өнеріне сұраныс бар. Бұл айтып отырғанымыз ағайын арасы ғой. Ал қоғамда мақтау мадақ дегеніңіз, жағыну дегеніңіз тіпті бағалы екен. Өйткені біздің елде басшыға табыну белең алған ғой. Ал табыну бар жерде жағыну қоса жүретін әдеті. Ендеше Әкімбай бір жақтан ауып келген жоқ. Осы заманның өз перзенті, өз өнімі, өзі де өнейін деп тұрған дәнеді. Құнарлы топыраққа түсті де бірден бойлап өсіп кетті. Биік мансап,
биік жартас сияқты, оған қалықтап ұшып қыран да шығады, өрмелеп жүріп жылан да шығады деген сөз бар. Әкімбай шың басында қыранша қалықтап жетті десек артық болар. Өрмелеп жүріп сатыдан сатыға көтеріліп жүріп, облыс басшысы деңгейіне дейін жеткені анық. Осылайша ешкіні апа, текені жезде деп жүргенде бір күні елбасының да назарына ілікті-ау. Онда Әкімбайдың облыс әкімінің орынбасары болып жүрген кезі. Бір жылы сол облысқа қызмет бабымен елбасы келетін боп қалды. Ол кісінің жұмыс сапары күні бұрын жоспарланған. Баратын жерлері, көретін объектілері де тас түйін әзірленген. Арнайы сценарий жасап, орталық алаңда қарсы алатын халық, ұран салып, доғыл шапалақтап ұратын жастар, ақ батасын беріп, алғыс айтатын кемпір шал дейсіз бе, бәрі күні бұрын белгіленген. Кешкі қонағасы, аттанарда берілетін сыйлық та қапысыз ойластырылған. Бәрі де сол алдын ала жасалған жоспар бойынша мүлтіксіз жүріп жатқанды. Тек бір ғана өзгеріс, облыс әкімі қонақ келерден бір күн бұрын қарбалас дайындыққа төтеп бере алмай, жүрек талмасына ұшырап, ауруханаға түсіп қалды да, бар шаруаны орынбасар Әкімбай атқаруға тура келді. Шынын айтқанда, бұл да бір тағдырдың оған күле қараған сәт еді. Қолға билік тиген соң аясын ба, Әкімбай гүл-гүл жайнап, қонақтың алдынан шықты. Өзі де сымбатты жігіт қой, су жаңа киініп, қылаң ұрып шыға келгенде күнде көріп жүрген әріптестерінің өзі таңғалып еді. Қонағасыларда тағы басқа кездесулерде үй иесі ретінде отырысты басқарған Әкімбай қызыл тілді безеп, сайрап бір берді дейсің. Оның тауып айтқан сөздеріне елбасының өзі таңырқап қалып еді. Не керек, жер бетіндегі бүкіл жақсылықты басшының басына үйіп төкті ғой. Қонақ келердің алдында облыс орталығына өткінші жаңбыр жауып өтіп еді, соның өзін қаншама сөз қылды. Сол жаңбырдың бұлты елбасының ұшағымен ілесе келді бізге. Мұндай қасиет ерекше жаралған әулие сынды адамдарда ғана болады. Құтты қонақ деген осы. Қазақтың бағына туған елбасы бүгін облысымызды шарапатына бөлеп отыр деді-ау. Дәл аттанатын күні елбасының алдына алтын ер-тұрманды, сүттей аппақ, ақбоз атты көлденең тартып тұрып, аса құрметті Нұреке, мына ақбоз ат облыс халқының сізге деген ақпейілі. Осынау тал бойында бір міні жоқ ақбоздай алдыңыздан әрдайым ақкүн туып, көңіліңіз ағара берсін деген тағы бар. Тумысынан атқұмар елбасы сүліктей жараған, сүттей ақбозды көргенде қатты разы болды.